Амансың ба, алтын күн? Амансың ба, жер ана? Амансың ба, достарым? Бүгінгі сабақты бастадым. Балақай, мұнда не тұр? Орындық тұр. Қарайық, ұқсайды оған қай әріп? Әрине, Ч әрпі. Бүгін біз Ч әрпімен танысамыз. Бұл Ч дыбысының бас және кіші әрпі. Чемодан сөзі Ч дыбысынан басталады. Қане, бірге айтып көрейік. Ч, Ч, Ч. Қандай дыбыс екен? Дұрыс, созылмайды, әндетілмейді. Ол дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Ч дыбысы кездесетін сөздерге назар аудар. Чек, чемодан, Чехия, почта, чемпионат, чемпион. Чемпион деп белгілі бір жарыстан жеңімпазды айтамыз. Есіңде сақта. Бұл Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Ол қазақ халқының тұңғыш кәсіпқой балуаны. Орасан күштің иесі. Күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Соғыс жылдары елі жері үшін ерен еңбек атқарған нағыз азамат. Оқылым. Ч әрпін менімен бірге әндетіп, созып оқы. Че, че. Чемодан, чемодан. Чечен, чечен. Чемпион, чемпион. Чех, чек. Почта, почта. Жарайсың, қайталап оқып көр. Сергіту сәті. Орнымыздан тұрайық. Қолды алға созайық. Бір отырып, бір тұрып, біз чемпион болайық. Жазылым. Ч әрпінің баспа түрін бірге жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2, 3. Кіші әріп 1, 2, 3. Керемет. Сөйлем құрап үйренейік. Бір төртбұрышке бір сөз және чемодан сөзін қолданамыз. Мысалы, менде чемодан бар. Мен чемоданға салдым. Енді сен құрап көр. Жарайсың, балақай. Үйге тапсырма, почта, чемпионат сөздеріне дыбыстық талдау жасап көр. Сонымен балалар, бүгін біз Ч дыбысы және әрпімен таныстық. Ч дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Басқа да әріптермен танысу үшін арнамызға тіркеліп, видеолар бөлімінен қарап көр. Келесі кездескенше қош сау бол.